Бұл Петропавлдағы Қапай ауданының бүгінгі көрінісі. Көктем басталғалы су басқан үйлер құлаудың азақ алдында. Жаз келгенмен судың деңгейі әлі бәсеңдер емес. Өткен жұманың соңында тоқтаусыз жауған жаңбырда жағдайды қиындатып жіберген. Дабыл қағып бармаған жеріміз жоқ деп отыр үй иелері. Бірақ қол ұшын созбақ түгілі шағымды тыңдайтын жан таба алмадық дейді. Айналаның бәрі су. Резеңке етіксіз жүру мүмкін емес. Көмек сұрап барған жерім жоқ, бірақ одан шығатын нәтиже жоқ. Аудан тұрғындары көбіне қарт адамдар. Далаға шығып серуендеуде мүлде қалған. Көліктерде қатынасын тоқтатыпты. Көмектесіңіздер, біз қарт адамдарымыз. Көбіміз судың кесірінен пайда болған ылғалдан ауыратын болдық. Енді не істейміз, қайда барамыз? Бүгінде солтүстікте жер асты суларының мәселесі өзектілердің қатарында. Сондықтан бәріне бірдей көмек көрсетуге шамамыз жоқ дейді тиісті мекеме қызметкерлері. Были заявки. Ол көшедегі баспаналардың суын бірнеше рет сорып алдық. Бұған дейін де шақыртулар болған соң, әзірге ол үйлерге жетіп үлгермедік. Тұрғындардың қиын мәселесі жақын арада шешімін табады деп уәде беріп отыр. Алайда 3 ай бойы уәдеге тойдық деген тұрғындар бұл уәделер тек сөз күйінде қалып қояды деп сенбейді.